Қайырлы күн достар, каналыма жазыла кетіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге муравейниктің рецебімен бөлісетін боламын. Бұл тек 3-ақ ингредиенттен тұратын ең жеңіл рецепттердің бірі. 200 грамм сары майға керегінше ұн салып араластырамыз. Қамыр қаттылау болуы қажет, себебі ол тез сөркіленеді және өте хрустящий болады. Жақсылап илеп, пищевой пленкаға орап қоямыз. Әбден жұмсарған соң тестаны шығарып, оны тёркілеуге кірісеміз. Қамырды тоңазытқышқа салу міндетті емес. Мен бірден илеп болғаннан кейін тёркілеп бастаймын. 160 градуста алдын ала қызған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Муравейникті үгітіп үстіне 360 граммдай сгущенка қосып араластырамыз. Пешті конвекционный режиміне қойса, біздің муравейнигіміз күймей біркелкі болып бір түсте пісіп шығады. Арахис немесе капля шоколад қосуға болады. Қалауымызша безендіріп дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, хрустящий өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, лайк басып комментария қалдырамыз.